имам Ахмад ибн Хамбалда келген мына бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, садақа байлықтың үстінде беріледі дейді. Яғни шамаң жетіп тұрған кезде берілетін нәрсе дейді. Садақа деген нәрсе. Ал енді сен жаңағы балаң қарбыз жемей отырса, мына жақтан біреуді жарылқап жүрсең қарбызға, балаң жаңағы оқуға киер аяқ киім таппай отырса, мына жақта біреулер бір аяқ киіммен жарылқап жүрсең, жоқ, олай болмайды дейді. Ла садақата илля ан захрил ғина. Ол байлықтың үстінде ғана, яғни шамаң жетіп тұрған кезде ғана беріледі не садақа. Көрдіңіздер ме? Имам Бухари рахимахулла былай дейді екен: "Мен тасаддақа ва хуа мухтажун, ау ахлуху мухтажун, ау алейхи дайнун, фаддайну ахаққу ан юқда мина садақати вал ғитқи вал хибати, ва хуа раддун алейхи." Енді имам Бухари рахимахулла айтады осы хадистің негізінде, біреу мұқтаж болып тұрып дейді, отбасы мұқтаж болып тұрып дейді, немесе мойнында қарызы бола тұрып дейді, садақа беретін болса дейді, оған бірінші кезекте жаңағы қарызын өтеу керек дейді. Жаңағы біреуге садақа, сыйлық, құлды азат етпей тұрып, қарызын қайтару міндет болады дейді бірінші кезекте. Олай болмаған жағдайда фахуа раддун алейхи, оның жасаған садақасы қабыл болмайды дейді. Өзің мұқтаж болып тұрсың, бала-шағаң мұқтаж болып тұр, болмаса қарыздар болып тұрсың біреуге, сөйтіп тұрып біреуге садақа жасап жатсаң, біреуге сыйлық сыйлап жатсаң, ол қабыл болмайды дейді. Өйткені қарызды қайтару ол уәжіп. Ал біреуге сыйлық жасау, садақа жасау ол мандуп нәрселер, сүннет амал.